мойка, автомойкалар тексеріліп болмаса, кім болды ішінде? Депутаттар болды ғой. Осы кезге дейін бизнеске араласуға ол да проблема. Немесе қазір бізде кіріп бару дейтін ол да проблема болып тұр қазір. Сол ғой. Мысалы мониторингке барамыз, сөзіңізді бөлейін. Мониторингке барамыз, продукттың бағалары өсіп деген кезде. Онда сосын практик өткізіп шақырдық да кезінде. Замакын. Бәрін ескідік. Ешкімнің қолында тұрған ештеңе жоқ, ешкім шеше алмайды оны. Ол бару де, көріну дегеніңіз ол суретке түстік, барып жаңағы полкының қасында. Одан ештеңе шешілмейді. Аяғы жоқ оның деген. Потому что оның аяғы дейтін Астанада заңда жатыр оның бәрі аяғы. Иә, құрметті әріптестер, енді қорытындылайық. Иә, жиналысымыз фильтр қойылады деп шешілді да. Бүгінгі таңда сол жаңағы көлік жуу нелері дегенің 1000 болса, қазір 3000 болды жеңіл машина. Үлкен машина 5000 болды. Сондағы біздің шешкен результатымыз тек қымбат ыстық беру. Оны мойка турасында мен сізге айтайын бұлай. Мойка турасында мен сізге айтайын. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңы бойынша ауыз суды өндірістік мақсатта пайдалануға болмайды. Ол заң осыдан 10 жыл бұрын қабылданған. Бірақ сол заңды қадағалайтын орган неге екенін бізде жұмыс жасамайды. Жазалайтын орган жоқ бізде. Оны жазалайтын былай. Оны тексеруші прокуратура органы болса, любой мойканы ауыз сумен машина жуып отқан предписание жазып, мойкасын жауып тасталады до устранения. Енді бізде ауыз суға тапшылық туындағаннан кейін біз осы мәселе көшіп жатырмыз. Негізінде кәсіпкер көлік жуу нысанын салам деп ауыз суға техусловие алатын болса, оған бірден отказ берілу керек на основании этого закона. Бұл вообще ауыз суға қосылмау керек. Заң солай. Заң солай. Ол заң бар. Бірақ манағы айтқан бұрын соңды оған қарамады, елемеді. Қазір тапшылық пайда болғаннан кейін сол мәселе қаралып жатыр. Негізінде ол солай. Ауыз су Қазақстан Республикасы бойынша өндірістік мақсатта қолдануға болмайды дейтін заң бар. Ол мен қателеспесем 12-13 жыл бұрын, даже одан да бұрын қабылданған ол заң. Қазір қайттан қаралып жатыр. Ол заң әлі нормасында өзінің заңды күшінде. Қазір кез келген тексеруші орган барып, кез келген мойканы жауып тасталады. Ақтауда Абдыкарим достар да қойды ғой сонда. Жуылған машинаның суына неге түседі, фильтрге түседі, тазалап барып сонымен жуып жүрді. Ода қалып қойды. Абдыкарим тие берсең кім еді? Бөкен. Бөкен қойды ең басында соны қойды. Соны қойды, сонымен жуылды. Қалғанда содан кейін кетіп бес бірден қара қойғызып, әркім әр жерден ашты.